Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Күзембаева Анаргүл Орынбасарқызы, Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Құрық ауылында номері 1 жалпы білім беретін мектепте дене тәрбиесі мұғалімі болып жұмыс істеймін. Педагог сарапшымын. Менің бүгінгі дайындаған идеямның тақырыбы ұлттық ойындарды сабақ үдерісіне енгізу, рухани жаңғыру негізі. Сабағымыздың мақсаты оқушылардың физикалық және рухани дамуын, ұлттық құндылықтарды меңгеруін қамтамасыз ету үшін дене шынықтыру сабақтарында ұлттық ойындарды қолдану. Ұлттық міндеттері оқушыларға ұлттық ойындар тарихы мен мәдени мәнін түсіндіру, физикалық қабілеттерін жетілдіру, күш, жылдамдық, икемділік, командалық жұмыс, көшбасшылық және стратегиялық ойлау дағдыларын дамыту, оқушылардың ұлттық ойындарға қызығушылығын арттыру, тиімділігі және бағалау. Ұлттық ойындар сабақтағы белсенділікті арттырады, оқушылардың сабаққа қатысу мотивациясын жоғарылатады. Бағалау критериялары физикалық көрсеткіштерді, топтық ынтымақтастық, этикалық нормаларды сақтау және ойын стратегиясын қолдану. Практикалық бақылаулармен кері байланыс арқылы идеяның тиімділігін анықталады. Өзектілігі зерттеулер көрсеткендей, ұлттық ойындар оқыту оқушылардың рухани дамуына оң әсер етеді, мәдени санасын арттырады және денсаулыққа пайдалы. Қазақстан педагогикалық тәжірибе көрсеткендей, ұлттық ойындар сабаққа қызығушылықты арттырады, оқушыларды белсенді қатысуға ынталандырады. Сонымен қатар заманауи білім беру бағдарламаларында оқушылар тек дене қабілеттерін ғана емес, ұлттық құндылықтарды тануы міндеттелген. Сондықтан бұл идея қазіргі уақытта өзекті болып табылады. Әдістемелік негізділігі ұлттық ойындарды енгізу, оқыту мен тәрбиелеу әдістерін теориялық және практикалық тұрғыдан негіздейтін әдістеме. Мысалы, ойындық әдістер, проблемалық тапсырмалар, командалық жаттығулар арқылы оқушылардың физикалық және әлеуметтік дағдылары бір уақытта дамиды. Бұл әдіс конструктивизм және зерттеуге негізделген оқыту теорияларымен үйлесімді, өйткені оқушылар өз тәжірибесін арқылы білім алады. Сонымен қатар тиімділігі және ұлттық ойындарды сабақ үдерісінде енгізу, рухани жаңғыру негізі бағыттары, білім беру бағыттары ұлттық мәдениет пен дәстүрді тану, физикалық дайындығын жетілдіру, логикалық ойлау мен стратегияны дамыту, тәрбиелік бағыттар, командалық ынтымақтастық, көшбасшылық қасиеттер қалыптастыру, рухани құндылықтарды меңгеру. Дамыту бағыттары оқушыларды дене дайындығы, стратегия ойлау, әлеуметтік дағдыларды және мәдени сана сезімін дамыту. Сонымен қатар жаңашыл әдіс тәсілдер ойын арқылы оқыту. Сабақ барысында тек жаттығу жасап емес, ұлттық ойындар нақты ережелермен ойнау. Топтық челлендждер, оқушыларды топтарға бөліп, мысалы 1, 2, 3 топқа бөліп жіберіп, командалық ойын қылып ұйымдастыруға болады. Интерактив тақталармен ойын тарихын көрсету үшін QR-код, видео немесе анимацияларды қолдану. Екі топта бөлініп, арқан тарту алаңын белгілеу. Әр топ стратегиясын жасап, ойынға дайындалады. Арқан тарту басталады, жеңген топқа ұпай беріледі. Мысалы, жаңашылдығы стратегия жасау кезінде оқушылар QR-код арқылы тарихын, әдістемелік кеңестерін көрсету. Арқан тарту. Топтар жасанды интеллект стимуляторда стратегияларын жоспарлайды. Қайда күш салу, қай бұрышта тарту тиімді. Арқан тарту басталады. Жасанды интеллекті әрекетті бақылап ұпайларды есептейді. Сабақтың соңында жасанды интеллекттің жеңген стратегияны күш қолдануының тиімдігі жолдарын көрсетеді. Қорытындысы ұлттық ойындарды дене шынықтыру
сабақтарына енгізу оқушылардың физикалық, әлеуметтік және рухани дамуына ықпал ететін тиімді педагогикалық әдіс. Бұл тәсіл оқушыларды тек спорттық дағдыларымен ғана емес, командалық ынтымақтастық, көшбасшылық қасиеттер және стратегиялық ойлау қабілеттерімен де дамытады. Жаңашыл әдіс тәсілдер, соның ішінде жасанды интеллект құралдарын қолдану сабақтың қызық әрі интерактивті өтуін қамтамасыз етеді. Әр оқушыға жеке кері байланыс береді және сабаққа қатысу белсенділігі арттырады. Рефлексия кезінде эмодзи, видео талдау, жасанды интеллект ассистенттері арқылы оқушылар өз жетістіктерін бағалай алады. Ал топтық рефлексия олардың командалық дағдыларын жетілдіреді. Мұндай әдіс тәсілдерді Қазақстан Республикасының білім беру министрлігінің, Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің даму басымдықтарына сәйкес келеді. Ұлттық құндылықтарды насихаттай отырып, заманауи технологияларды тиімді қолдануға мүмкіндік береді. Нәтижесінде оқушылар сабаққа қызығушылығын танытып,